жазасын өтеушілерді қоғамға бейімдеу және қылмыстың қайталануын азайту. Жамбылда бұл мәселені шешудің тиімді жолы табылды. Өңірде сотталған азаматтарды еңбекке тарту бастамасы нәтижелі жүзеге асып жатыр. Қазірдің өзінде 100-ден астам адам тұрақты кәсіпке ие болды. Болашаққа қадам бағдарламасы аясындағы бұл пилоттық жоба облыста биылғы сәуір айында бастама алған болатын. Облыс прокуратурасы әкімдік пен кәсіпкерлердің бірлескен жұмысының арқасында қазір өңір бойынша тұрақты жұмыспен қамтылғандардың жалпы саны 104-ке жетті. Мамандардың айтуынша еңбекке араласқан жанның ортаға қайта сіңісіп кетуі әлде қайда жеңіл, әрі бұл қателікке бой алдырғандарды түзу жолға салатын негізгі тетік. Біздің міндет әрбір жазасын өтеушінің жүрегінде үміт ұшқынын сөндірмей, оларды заңды сүйетін еңбекқор қоғам мүшесі етіп қалыптастыру. Қазіргі таңда осы бастама аясында Алел Агро акционерлік қоғамында 50-ден астам азамат тер төгіп жүр. Мұнда жұмысшылар үшін тегін ыстық тамақ, жатын орын, медициналық сүйемелдеу және тәулік бойғы бақылауға дейін барлық толық жағдай жасалған. Маған қайта жұмыс ұсынып, осында жұмыс істеуге мүмкіндік бергендеріңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Тек қана жұмыс ұсынып қана қоймай, жатақханадан орын ұсынып, осында жұмыс істеуге мүмкіндік беріп, қамқорлықтарыңызды көрсеткендеріңіз үшін шын жүректен алғысымды білдіремін. Бастаманың басты жемісі бостандыққа шыққан соң да жұмысын сақтап қалған қос азаматтың тағдыры. Олар қазір кәсіпорын аумағында тұрып, заңды табысымен отбасын асырап, берешектерін өтеп жатыр. Мұндай нәтиже мемлекет пен бизнестің серіктестігі қаншалықты тиімді екенін көрсетті. Сондықтан жауапты органдар қосымша жұмыс орындарын ашып, қайталама қылмысты азайту бағытындағы бұл оң тәжірибені алдағы уақытта да кеңейте бермек. Мөлдір Аумбай, Аңсар Тілепберген, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.